Шавкат Рахмоновты мықты жауынгер деп есептеймін. Өте қорқынышты жауынгер. Ойлап қараңыздаршы. Ол да UFC-де жеңілмей келе жатқан жауынгер. Мен де UFC-де жеңілмей келе жатқан жауынгермін. Сондықтан да біздегі жалпы UFC-дегі өнер көрсетіп ешқашан да жеңілмегенбіз. Және де оның жалпы оның резюмесі де менің резюмемді айтып тұрғандай бір-біріне сәйкес келеді. Соған байланысты біз титулға келесі таза үміткерді анықтайық деп өзінің ұсынысын атап өтті. This is a fight that you've been thinking about. What do you think this fight looks like? What do you think are the? I think it's I reckon it's one of the biggest. It's a big title eliminator fight. Like two guys under 30. He's on an 18 fight, no losing streak, all finishes. I'm on a 17 fight streak. Probably 95% finishes. Mm-hmm. I think we go in there and I think I finish him. I think I go in there and shock the world. A lot of people count me out, but I reckon I can spark him.